Қайырлы күн. Назарларыңызға атадан қалған аталас атты айдарымыздың кезекті тағамы қымыз қабырға деп аталады. Қымыз қабырға тағамын дайындау үшін бізге ең алдымен қойдың қабырғасы, қымыз және дәмдеуіштер қажет болады. Қымыз қабырға тағамын дайындау үшін ең алдымен біз қойдың қабырғасын алып, қабырғаларын бөлшектеп бөліп аламыз. Бөлшектерге бөлінген қойдың қабырғасын келесі кезекте біз қымызға 3 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің қымыз қабырға тамағымыз дайын. Ас болсын.